Қайырлы күн, мен Айданбек Әділет. Бүгінгі сабағымызда біз дауысты және дауыссыз дыбыстардың айырмашылығын білетін боламыз. Кеттік. Екінші сабағымызда біз дыбыс түсінігін тереңірек меңгеретін боламыз. Жалпы өкпеден шыққан ауаға байланысты дыбыстар екіге бөлінеді. Бұл бізде дауысты дыбыстар, дауысты және дауыссыз дыбыстар. Дауыссыз дыбыстар. Жіңішкелік, жуандық, ю, я әріптері неге дыбыс санатына кірмей қалды десеңіздер, олардың өзіне тән дыбысы жоқ. Яғни мына ю, я дауысты дыбыстардың қызметін, дауысты әріптердің қызметін атқарғанымен, олар ю мысалы и және о, ю, и және у, я және и және а дыбыстарынан құралғандықтан өзіне тән дыбысы жоқ деп біз дыбыс санатына жатқызбаймыз. Оларда мүлде дыбыс жоқ. Олардың өзінің сөздерде атқаратын қызметі бар. Жалпы дауысты дыбыстар туралы қысқаша енді айта кететін болса, қазақ тілінде 12 дауысты дыбыс бар. Олар тілдің қатысына қарай, жақтың қатысына қарай және еріннің қатысына қарай үшке бөлінеді. Тез жаттау жолын қазір сіздерге түсіндіретін боламын. Бірінші дыбыстарын жазып алу керек. Жазып алу әріптерін. Содан кейін ортасына бөлеміз. Қараңыздар енді. Мына жерде жуан дауысты дыбыстар тұрады. А, О, А. Осыларды жаттап алсаңыздар керемет. Енді аның жіңішке былайша айтқанда жіңішке түрі десек те болады. Бұл оныкі Ö, оныкі Ö, аныкі Ә. Енді сонымен қатар Е бар. Мына жерде деген дауысты дыбысымыз бар. У бар. У кейбір кезде дауыссыз дыбыстардың қызметін атқарады, кейбір кездері дауысты дыбыстардың қызметін атқарады. Енді осы. Жалпы енді мына жағына ашық деп жазамыз. Мына жерде жуан жіңішке. Мына жерде ашық және қысан. Қазір түсіндірем. Сұрақ көбейді. Түсінем. Еріндік. Мыналар бәрі еріндік. Сыртта тұрған әріптер. Жалпы тілдің қатысына қарай жуан жіңішке болып бөлінеді. Жуан бізде дауысты әріптер А, О, А. Жіңішке әріптер Ә, Е, Ö, Ә, Ö, У және Ә. Енді ашық қысан. Жақтың қатысына қарай ашық қысан болып бөлінеді. Ашық дауысты дыбыстар бізде А, Ә, Е, О, Ö, Ә. Керемет емес пе? Қысан О, Ö, У және А, Ә. Енді қараңыздар, біз ортасында мынандай әріптерді сызып қойдық, ерекше. Бұлар еріндік. Яғни О, Ö, О, Ö, У бұлар еріндік дауысты дыбыстар. Ал сыртында тұрғандар, яғни А, Ә, Е, А, Ә және Ә бұлар түгелі, езулі дауысты дыбыстар. Және де бір нәрсені қайттан есімізге түсірейік. Бұл Ё, Ю, Я дыбыс санатына кірмегенмен олар дауысты дыбыстардың қызметін атқарады. Олар әріптер, дауысты әріптер былайша айтқанда. Бәрі осы.